Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы Қазақстан Халқы Ассамблеясы Республикалық аналар кеңесінің 2024-25 жылдарға арналған салауатты сана жобасын іске асыру туралы болмақ. Қазіргі уақытта өңірімізде Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы аналар кеңесінің 61 бөлімшесі жұмыс атқарады. Оған түрлі әлеуметтік мәселелермен айналысатын 600-ден астам әйел белсенді қатысады. Кеңестер облыс орталығында ғана емес, барлық аудандарды қамтыған. Микрофон алдында мен Арайлы Мерланқызы, студиямыздың қонағымен таныс болсаңыздар, Абай облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясының аналар кеңесінің мүшесі Айжан Қуанышбаева. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Қазақстан Халқы Ассамблеясының аналар кеңесінің басты миссиясы ұлттық құндылықтарды, рухани адамгершілік негіздерді насихаттау, отбасылық институтты нығайту, ұрпақ тәрбиесіне қоғамдық қолдау көрсету. Бүгінгі қоғамда оның рөлі тұрақтылық пен келісімге, әлеуметтік бейбітшілікке ықпал ету, әсіресе жастар тәрбиесінде аналардың дауысын естірту. Қазақстан Халқы Ассамблеясының салауатты сана жобасы қоғамдағы өзекті әлеуметтік мәселелерге, соның ішінде нашақорлық, құмар ойын, отбасындағы зорлық-зомбылық, вандализм, ысырапшылдық секілді кемшіліктерге қарсы мәдени ағартушылық жұмыс жүргізетін бастама. Бұл 5 бағыт кездейсоқ алынған жоқ. Бұл бүгінде ел болашағына қауіп төндіріп отырған ең өткір әлеуметтік проблемалар. Айжан Қуанышбаева, осы тұста бұл жоба қандай нәтижелер береді? Мысалы, халықтың қатысуы, кері байланыс шаралары жүргізіле ме? Қазіргі уақытта салауатты сана жобасының презентациясы Абай облысымызда 2024 жылдың 19 шілде күні өткізді. Жоба аясында өнерлерде жүздеген кездесулер, семинарлар, ашық диалог алаңдары өтті. Қатысушылар саны мыңдаған адамды құрайды. Кері байланыс өте жоғары. Адамдар өз мәселелерін айтып, кеңес алады. Өздердің қоғамның бір бөлшегі ретінде сезінеді. Ең маңыздысы сананың өзгеруі, қоғамдық үн қатысу, мәдениеттің қалыптасу. Қазақстан Халық Ассамблеясы облыстық достық үйі әйелдердің жағдайына және отбасылық демографиялық ахуал мәселелеріне талдау жасалды. Жалпы құмар ойын мен нашақорлық бүгінгі күнде үлкен қауіпке айналған бәріміз білеміз. Сіздердің жұмыс тобы бұл мәселемен қалай күресуде? Біз бұл мәселеге жүйелі түрде келеміз. Мектептерде, колледждерде, жоғары оқу орындарда алдын алу шаралары, ата-аналармен кездесулер, балалармен кездесулер, психологтармен семинарлар өтеді. Құмар ойынға тәуелді жандардың жақындарымен жұмыс жүргізіледі. Әлеуметтік бейнероликтер, ашық диалогтар арқылы мәселені жасырмай ашық көтереміз. Жақсы. Осы зорлық-зомбылық әсіресе отбасындағы сіздер ұйымдастырған іс-шаралар жиі көтеріле ме? Мысалы, халық тарапынан қызығушылық бар ма бұл жобаға? Бұл өте өзекті әрі ауыр тақырып. Сондықтан біз жиі тыныштық бұзба, үн қат, қауіпсіз отбасы сынды форматта шаралар ұйымдастырамыз. Әйелдер, аналар, жастар белсенді қатысады. Көпшілігі осындай кездесулерге алғаш рет мәселені ашық айтып, құқықтық кеңес алып жатады. Бұл үміт отын жағатын сәт. Жақсы. Аналар кеңесі ауылдық жерлерде белсенді жұмыс істейді екен. Осы алыс ауыл шалғайларда тұрғындармен жұмыс жүргізіле ме? Ауыл бұл ұлттық рухтың қайнары. Біз ауыл аналармен жиі кездесеміз. Дәстүрге жақындық, үлкендерге құрмет, кішіге ізет бұл ортақ құндылықтар. Жергілікті мектептермен, әкімдермен, мешіт, мәдениет үйлерімен байланыс шағында болса шынайы. Мазмұнды кездесулер өткіземіз. Халық өте жылы қабылдайды.
Айжан Қуанышбаева, осы аналарға, қыз келіншектерге, жалпы тыңдаушыларымызға не айтқыңыз келеді? Өзіңіздің қандай да бір кеңесіңіз бар ма? Бүгінгі қоғамда ананың үні тәрбие мен татулықтың үні. Барша аналарға айтарым, үнсіз қалмаңыздар. Белсенді болыңыздар. Ұрпақ тәрбиесіне, қоғамның болашағына бірге араласайық. Қыз келіншектерге өз құқығыңызды біліңіздер. Білім алып, дамудан қорықпаңыздар. Бірге болсақ, бәрін де жеңеміз. Ақпаратпен бөліскеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін салауатты сана аясында қоғамдағы өзекті мәселелерді ортаға салдық. Бұл қоғамдық сана мен мәдениетті қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам. Осы жолда ат салысып жүрген аналар кеңесіне және зерделі тыңдармандарымызға алғысымызды білдіреміз. Олай болса, бүгінгі шығарылымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.